Өркениет түсінігі. Өркениет қоғамның материалдық және рухани жетістіктерінің жиынтығы. Ежелгі римдіктер бұл ұғымды варварлықтар деп, өздері атаған басқа да халықтар мен мемлекеттерден айырмашылықтарын көрсету мақсатында қолданған. Өркениет дегеніміз мәдениеттің, адамзаттың тарихының, белгілі бір этностың даму деңгейі. Ғасырлар бойы қалыптасқан өркениет пен мәдениет ұғымының мағыналарын төмендегідей топтастыруға болады. Өркениеттің үш бағыты: унитарлы өркениет, адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының идеалы; сатылы өркениет, адамзаттың біртұтас прогрессивті дамуының кезеңі; локальды тарихи өркениет, сапалы, әртүрлі ерекше этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым. Унитарлы бағыт әсіресе техникалық тұрғыдан қарастырылады. Сатылы бағыт адамзаттың қарқынды дамуын негізге алады. Өркениеттілікті жабайылық пен варварлық кезеңінен айыратын негізгі ерекшеліктер. Локальды тарихи бағыт 19 ғасырда шығыс қоғамын зерттеген Европаның тарих ғылымындағы түсінік. Локальды өркениет адамзат тарихындағы мәдени тарихи бағыты. Қазіргі ғылымда өркениет ұғымының екі бағыты анықталды: эволюциялық және өркениеттілік. Эволюциялық бағыт жануарлық жағдайдан қол үзіп, нағыз адамдық өмірдің формасына қадам басу процесі. Өркениеттің жетістіктері табиғатты технологиялық тұрғыдан меңгерумен, қоғамдық өмірдің реттеліп дамуымен байланысты болды. Өркениеттілік бағыт біртұтас халықтардың қауымдастығы. Локальды өркениет бұл мемлекет немесе халықтар тобы. Белгілі бір тарихи аймақта өмір сүру, тарихи тағдырдың ортақтығы, біртұтас мәдени мұраға иелік ету, бір дінді ұстану, бір қауымға тән екенін түйсіну.